Армысыздар қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Махаббат. Мектепті бітіріп, үлкен өмірге қадам басқан шағым. Жасым 16-да болды. Белгілі бір себептерге байланысты колледжге түсіп, универге оқуға жолым болмады. Есесіне көп достар тауып үлгердім. Үлкен қалада болған соң, анам уайымдап, нағашы әпкемнің үйіне жатқызды. Басында жатақханаға жатпақшы болдым, бірақ үйдегілер қарсы болды. Оқудың алғашқы айлары қалаға, үлкен ортаға бейімделе бастадым. Ол кездері агент, друг вокруг деген болды ғой. Соларға үзбей кіретінмін. Қолымызда 6300 маркадағы сол кездің хит телефоны. Группалас қыздармен жақсы қарым-қатынаста жүрдім. Бірақ ішінде ең жаныма жақын бір құрбым болды. Ол жатақханада тұратын. Кейде менімен бірге әпкемнің үйіне қонып жүрді. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайтын. Сабаққа ертемен келіп, кітапханаға жайғастық. Сабақтарымызды бір-бір қайталап болған соң, телефонымызға көз жүгірттік. Друг вокругқа кірдім. Бейтаныс бір жігіт жазды. Бірден нөмірімді сұрады. Әдетте ондағы жігіттер басқаша оймен жазады. Бірақ бұл жігіттің бұндай талпынысына таң қалдым. Бірден нөмірімді бердім. Бірден хабарласып, кітапханада отырып сөйлестік. Бір қызық айтайын. Менің мінезім ер мінезділеу болды. Даусым да жуандау. Ал оның даусы жіңішке екен. Хабарласып, сөйлеген уақытты құрбым Аяна екеуміз ішегіміз түйіле күліп алдық. Ол бірден телефонды қойып, Аяна әбден мазақ қылып оған қосыла мен де күліп. Бір уақытта тоқтай сала ойландым. Құрсын көңіліне тиіп қалды ма екен, әлде менің жуан даусымды естіп, жүрексініп қалды ма екен? Неге қойып қойды? Сол күйі сабаққа кіріп кеттік. Оның друг вокругтен профилін ашып көрсем, жасы менен 8 жасқа үлкен екен, үйленбеген. Ою өнері бар, ағаштан жасалған бұйымдарды салып қойғанына қарағанда, сондаймен айналысады. Сол күні ол маған әлі хабарласпады. 2-3 күн өткен соң, ол туралы іздестірдім. Қаланың шет жағында бір музейде қазан айының 24-ші күні қолөнер бұйымдарын көрсетеді екен. Ойланбастан сонда барайын деп шештім. Жаныма 2 жақын құрбымды ертіп алдым. Аяна мен Назымды. Үшеуміз музейге кіріп аралап жүрміз. Ерекше бұйымдар екен. Барлығы көздің жауын алады. Көруге тұрарлықтай. Өте әдемі бұйымдар. Қарасаң көзің тоймайды. Безендірулер, оюлар барлығы ерекше. Әр салынған өрнектерге қарап, не деген биіктік, шексіздік, не деген құлшыныс деп таңырқай қарайсың. Менің де мұның біріне де шыдамым жетпес еді. Бір жерге жолығуға шықсақ, Аяна 5 минутқа кешіккеннің өзінде жанымды қоярға жер таппай, шыдамсызданып кетемін. Ал мұнда қаншама еңбек, көз майын тамызып жасалынған дүниелер. Аралап жүріп, өзіміздің не үшін келгенімізді ұмытып кете жаздадық. Әлгі жігіттің друг вокругтегі суретін қарап, оны іздей бастадым. Қарайған адамның ішінен оны табу қиынға соқты. Сонда да өтірік бұйым көріп жүргенмен, жан жаққа шолу жасап, көзбенен іздестірдім. Бір кезде тапқандай болдым, қобалжып кеттім. Телефондағы суретке қарадым, және көз алдыма тұрған бейнеге қарадым. Ұзын бойлы, арық келген, өңді, Нұрлан Еспановтың шашы сияқты, бірақ оныкінен қарағанда қаралау шашы бар. Басқаны қайдам, өзіме ерекше көрінді. Оған қарап біраз тұрып қалыппын. Жанымда Аяна мен Назым күмбірлеп бірдеңелер айтып жатыр. Түсінбей мен оларға қарап қалыппын. Кенет Назым, іздеп жүрген жігітіңе басың айналып тұрғанда, оны сенен бұрын басқа біреу айналдырып жатыр демесі бар ма?
Басында сендер де оны көрдіңдер ғой, иә? Ұзын бойлы жігіт екен, сымбатты ғой, иә? дей беріппін. Олардың сөзін елемегендей болып. Сонан оған қайта қарағаным сол еді. Жанында расында бір қыз тұр. Екеуі кәдімгідей шүйіркелесіп, күліп, әңгіме айтып жатыр. Оларға тесіле қарап қалыппын. Кәдімгідей ашудан жарылайын деп тұрмын. Бірақ неге? Ол жігітті танымаймын. Жай симпатиямен маған жаза салды. Ешке сөйлескенде де мазақ қылғандай әбден күлдік. Арамызда ештеңе жоқ қой. Өзіме бұл сұрақтарды қайта қойдым. Тіптен не істерімді білмедім. Менің қарап тұрғанымды байқап, жанындағы қыз одан сайын оған қарай жармаса бастады. Мен түк түсінбедім. Жүріп жүрген қызы шығар деп ойладым. Сол жерде тұрып, ол туралы барлығын іздестіре бастадым. Қызымен түскен фотосы бар болар деп, ВК, Инстаграм, Фейсбук бәрін қарадым. Бірақ анасы мен әпкесі басқа ешкімді көрмедім. Ол қызды көріп, қызғаныштан өртеніп, кетейік деп едім, Аяла мен Назым. Сәл күтейік, бір нәрсе болайын деп жатыр деді. Ортаға бір ер кісі шықты, түрі таныс. Ұлым екеуміз жасаған қол өнерлеріміз деп түрлі бұйымдарды көрсетіп жатыр. Сөйтсем, ол әлгі жігіттің әкесі екен. Өз әкесіне ұқсаған екен. Әкесі екеуі айнымайды, бойлары ұзын, сымбатты. Оларға қарап есім кетіп отырғанда, әлгі қыз шошаңдап, бір оның қасына барып, қайта ашуымды туғызды. Ашуым шығып, Назым мен Аянаға кетеміз деп кетіп қалдық. Автобусқа отырғанша үндемедім. Біреу сөйлесе, айғайлап берейін деп отырмын. Ойлап отырғаным сол еді. Кондуктор келіп, за проезд деп қайта айғайлап есімді шығарды. Өзім ашуым шығайын деп, ішім қыз қайнап отырғанда, сонша неге айғайлайсың? Тегін мініп кетет дейсің бе? Береміз 50 тиыныңды, деп ашуымды шығарып, бір жеңілдеп қалдым. Тағы басқа не айтқанымды білмеймін. Бәрі жан-жағымда маған бадырайып қарап қалған. Жалғасы бар. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.